Армысыз, қазақ елі. Қазақ халқының салт-дәстүр арнасына қош келдіңіздер. Бүгін біз қазақтың ұмыт бола бастаған 9 салт-дәстүрлері туралы айтатын боламыз. Арнамызды қолдап пікірлеріңізді білдіре отырыңыздар. Қазақ халқы салт-дәстүрге бай. Дегенмен көпшілігі бүгінде сақталмай қалып барады. Бірінші, сыйт салты. Ежелгі дәстүрде қайтыс болған адамның тұтынған киімдерін оның сүйегін жууға кірген. Яғни, халық тілімен айтсақ, өлікке түскен адамдарға марқұмның атынан киім үлестіреді. Бас жағына түскенге бас киімін, ортасына түскенге шапанын, аяғына түскенге етігін атап, таза, тұтынылмаған киімді үлестіретін салт болған. Бұған қосымша өзі қатарлас адамдарға басқадай ұсақ киім, көйлек және басқа кәде қоса ұсынады. Егер киімі берілмей, үй іші қараулық жасаса, аруақ жалаңаш жүреді деген сенім болған. Екінші, әмеңгерлік дәстүрі. Әмеңгерлік күйеуі қайтыс болып, жесір қалған әйелдің қайын ағасына немесе қайын інісіне, болмаса жұбайының ең жақын туыстарының біріне тұрмысқа шығуы, некелесуі. Бұл қазақ қоғамында ерте заманнан қағидаға айналып, заң нормасы ретінде қалыптасқан. Аға өлсе, жеңге мұра, іні өлсе, келін мұра, әйел ерден кетсе де, елден кетпейді деген мәтелдер осы дәстүрдің куәлігі іспетті. Әмеңгерлік мәселесі ру ақсақалдарының басқару мен қандас туыстар арасында мұқият талқыланған, ортақ ұйғарыммен шешілген. 7 жарғы нормаларында ері қайтыс болған жесірдің елден кетпеуін, күйеуінің қандас туыстарының біріне күйеуге шығуын міндеттеген. Қаза тапқан еркектің туған туыстары жесір әйелдің әмеңгері деп аталған. Қазақ қоғамында әмеңгерліктен бас тарту сирек кездескен. Ол өзінің туысының жетім қалған балаларына, яғни өзінің қандас іні қарындастарына мейірімсіздік, жаны ашымастық ретінде бағаланған. Ал әйел әмеңгерліктен бас тартса, оған балада мал мүліктей берілмей, тек өз қалауымен күйеуге шығу еркі ғана берілген. Үшінші, үме дәстүрі. Қазақстанның кей жерлерінде көбіне маусымдық шөп шабу кезінде үмеге шақыру дәстүрі болған. Көмекке келгендерге берілетін ас үме деп аталған. Үмеге жақын туысқандарда мал беріп, қымызын әкеліп, тағы басқа көмек көрсеткен. Үме кезінде ұйымдастырушылар тарапынан шөп шабындығына үй тігіледі, ас әзірленеді. Ас ішіліп желінгеннен кейін аяқ жағы той думанға ұласқан. Кейде үлкен үмелерде жігіттер күреске түсіп қара жарыстар ұйымдастырылған. Үме кезінде әркім өз өнерін көрсетуге тырысқаны ел арасындағы үмеге келген үндемей қалмай деген сияқты мақалдар айғақтайды. Төртінші, бәсіре салты. Шаңырақта ұл бала дүниеге келгенде сол күндері туған құлынды немесе ботаны нәрестенің бәсіресі деп атау салты болған. Қазақ халқының ұғымында дүниеге келген баланың болашағы өзіне атаған бәсіремен тығыз байланысты. Сондықтан оны мінбейді, сатпайды. Бәсіре мүмкіндігінше жүйрік, жорға болғаны дұрыс. Бәсірені баламен бірге қадағалайды, бұлақып өсіреді. Қазақ халқы бәсіресі бар баланың да есейе келе малға деген ықыласы, пейілі түзу болады деп пайымдаған. Бесінші, аушадияр дәстүрі. Үйлену тойы кезінде айтылатын дәстүрлі өлең жыр. Жай өлең емес, өзіндік айтылар әні, ерекше ұлттық тәрбиелік маңызы бар. Аушадияр деп аталатын бұл жырдың үлгілерін шетелдегі қазақтар сақтап, бізге жеткізген. Қазір Қазақстанда аушадияр айтылмайды. Қарапайым, тұрмыстық сөздерге құралғандықтан ол тез жатталады. Аушадияр бір болар, жаманның көңілі кір болар. Атанасын сыйлаған ақ шалмалы би болар. Аушадияр екі дер, ержеткеннің еркі дер, омырауы толған 10 түйме, қыз баланың көркі дер. Аушадияр 4 болар, қыздың қойны өрт болар. Екі жақсы қосылса, өле өлгенше серт болар деп айтылған. Алтыншы, балдыз қалың дәстүрі. Қалың малы төленген қалыңды қайтыс болған жағдайда қазақ дәстүрі бойынша қалыңдықтың сіңлісін алу кезінде төленетін қосымша қалың мал балдыз қалың деп аталады.
Күйеу қайтыс болған қалыңдығына ұрын барған болса ғана бұл ақы төленеді. Егер бұрынғы қалыңдығына ұрын келмеген болса, балдыз қалың төленбейді. Балдыз қалың күйеудің балдызын алу үшін бұрынғы қалың мал үстіне түйе бастаған 9-дан тағы да қалың мал төлеуінің атауы. 7-ші деңгене дәстүрі. Қазақта сайыс ретінде ұйымдастырылатын салт дәстүрлерді де кездіруге болады. Солардың бірі қазақ халқының салт дәстүрлері кітабында көрсетілген деңгене дәстүрі. Көрші ауылдан келген 3-4 жігіт алдымен түсетін үйін сайлап алып, сол үйдің жанына барып деңгене жеуге елдік деп айғайлайды. Ал үй иесі бұл сөзді естіген соң семіз бір қойды сойып етін түгел қазанға салдыртады. Деңгене дәстүрі бойынша келген жігіттер сол қойдың етін түгелімен жеп сорпасын ішу керек. Тауыса алмаса бір қойды 2 қой қылып қайтаруға мәжбүр болған. 8-ші сыралғы дәстүрі. Батырдан сауға, аңшыдан сыралғы деген мәтел бар. Сыралға олжалы, қанжығасы қанданып келе жатқан аңшыдан немесе саятшыдан кездекенде сұралатын дәстүрлі, кәделі жол әрі ырым. Мәрт аңшылар мұндайда сыралғы сұрағанның сөзін жерге тастамайды. Есте болатын бір әдет ғұрып міндет. Бірақ атып алған аң сыйлыққа жатпайды. 9-шы сірге мөлдірету дәстүрі. Күзді күні бие ағдардағы ақырғы қымызға көрші қолаңды шақыру кәдесі. Бие ағдар күні берілген қымызды сірге мөлдіретер дейді. Бұл дәстүрді өткізу үшін ауылдың ақсақалдары және аналары шақырылады. Ал олар риза болып алғыс айтады, бата береді. Кейбір аймақтарда бұл дәстүрді басқаша сірге жияр деп те атайды.